Барлық хабарландырулар, жарнама, нұсқама қазақ және орыс тілінде жазылуы тиіс. Қажет болған жағдайда ғана басқа тілдерді қолдануға болады. Бұл ереже 1997 жылдың 11 шілдесі күні қабылданған. Тіл туралы заңның 21 бабында көрсетілген. Арада 20 жылдан астам уақыт өтсе де, кәсіпкерлер өз ісіне салғырт қарауын тоқтатар емес. Жарнама мен хабарландырулар тек орыс тілінде беріледі. Қазақша нұсқасы мүлде жоқ. Ана тіліне бей-жай қарамайтын белсенділер олқылықтың орнын толтыру үшін арнайы барып ескерту берді. Нәтижесін көрейік. Кез келген ақпарат алдымен мемлекеттік тіл, қазақ тілінде және орыс тілінде жазылуы тиіс. Ал қажет болған жағдайда басқа тілде хабарландыру беруге болады. Бұл туралы заңнамада анық көрсетілген. Тайға таңба басқандай жазулы тұр. Өкініштісі, біле тұра ережені бұзатындар көп. Сөзімізге қаладағы жарнама баннерлері дәлел. Студент кезімде баяғы 80 жылдардың аяғында дәл осы мәселені Алматыда айтып жүретінбіз. Міне 35 жыл өтті, сол мәселені тап осы арада тұрып алып қайталарын айтып отыр. Жарты ғасыр өтті. Күлесің бе, жылайсың бе? Иә, шын мәнінде хабарландырулардың басым бөлігі орыс тілінде. Тұрғындарға заң талабын түсіндіру, тіпті осы істі сауатты жүргізу үшін мемлекеттік тіл тірегім еріктілер тобы құрылды. Біз олардың бір күндік жұмысымен таныстық. Кәсіпорын иелері дұрыстап түсіну керек. Бұл біздер тек қана серу, жаңағы жазалау мақсатында емес, бұл біздер оларға көмектесеміз. Түсіндірме, жаңағы жадынама таратамыз, және де осы жаңағы заңның қалай орындалу кереккен тілдер дамыту басқармасымен бірлесе отырып, жаңағы кәсіпорын атын дұрыс бекітуін сұраймыз. Мониторинг тобының жұмысы әзірге тек ескерту берумен шектелген. Сонымен бірге арнайы парақша таратылды. Осы арқылы еріктілер кәсіпкерлерге тағы бір рет заңнама талабын түсіндірді. Менің өзімнің Қазақстан Республикасының саналы азаматы ретіндегі ұсынысым тілге деген құрмет, отанға деген құрмет. Жастарды, жас өрендерді осы тілді құрметтеуге, тілдің жанашыры болуға, отансүйгіштікке, патриоттыққа шақырамын. Сондықтан ең бірінші назар аударатын нәрсе осы заңдық негіздерді барынша жетілдіріп, бүгінгі Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның шындығына сай жетілдіріп жаңа заңдарды шығару керек. Сол заңдар шыққан кезде механизм жұмыс істейді. Мына тілдерді дамыту басқармасы мінекей бұлар енді барын салып жұмыс істеп жатыр. Сол кездерде заңдық негіз дұрыс болған кездерде бұлардың атқарып жатқан ісі нен қайтарымы, негізі, нәтижесі әлде қайда көп болар еді. Жұмыс нәтижесі көңіл қуантады. Кәсіпкерлердің дені ескертуге құлақ асып, қателікті жоюға уәде берді. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңына сәйкес, 21 бапқа сәйкес барлық қателіктерімізді алдағы уақытта дұрыстаймыз. Яғни барлық біздің жарнамаларымыз екі тілде жазылатын болады. Еріктілер тобы бұл жұмысты алдағы уақытта да жалғастырмақ. Белсенділер кәсіпкерлердің уәдесінен нәтиже күтеді. Ел назарындағы бұл мәселеге бей-жай қарамаңыз. Ана тіліміздің құқығын қорғау кез келген азаматтың парызы. Елдос Есенболұлы, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.